назар аударыңыз. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Енді әйелін соққыға жыққандар жәбірленуші тараптан арыз түспесе де әкімшілік жауапқа тартылады. Оның үстіне қайта татуласуға мүмкіндік берілмейді, деп хабарлайды Массагет газа тілшісі. Енді заңға енгізілетін түзетулер жәбірленушінің өтінішінсіз әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қозғауға мүмкіндік береді. Хаттама туралы үшін куәгерлердің, көршілердің айғақтары, бейнебақылау камералары мен DVD жазбалары жеткілікті. Осыған сай түпкілікті шешімді сот қабылдайды, деді әкімшілік полиция комитеті төрағасының орынбасары. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Арнамызға жазылып, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Сау саламат болыңыз.